Діни экстремистік пиғыл қоғамға төнген қауіп болумен қатар, ең алдымен адамның тұлғалық қасиетін жоятын қатерлі сана дерті. Бұл тұзаққа ілінген жан еңбекке, білім алуға және отбасына деген көзқарасын өзгертіп, қоғамға масыл, айналасына жексұрын элементке айналады. Ең біріншіден, бұл топтағы адамдардың бір бөлігі кәпірлер мемлекетіне қызмет қылуды адасқандық санап, адал еңбектен бас тартады. Ал екінші бір бөлігі ризық Алладан келеді дейді де, аяқты аспанға көтеріп, жата беруді құп көреді. Мұндай мысалды біз елімізде экстремистік деп танылған таблиғи жамағат ағымы өкілдерінің өмірінен байқаймыз. Олар мешітке жиналып алып, уағыз айтудан 7 күндік, 40 күндік ел аралаудан басқа қоғамға пайдалы еңбек қылудан қалады. Екіншіден, діни экстремистік пиғылға бой алдырған жан мектептегі зайырлы білімді кәпірдің білімі санап, баласын жіберуден бас тартады. Олар үшін тіпті математика пәніндегі қозу таңбасының өзі христианның крест белгісі. Сондықтан бұл адасқандар тек өз шейхтарынан діни білім алуды дұрыс көріп, заңсыз құжыраға жиналады, немесе ақиқат ілім іздеп шетел асады. Үшіншіден, діни экстремистік пиғыл иелерінің отбасынан береке кетеді. Өзінің идеологиясын қабылдамаған әйел де, анасы да олар үшін кәпір. Сондықтан жұбайынан ажырасып, анасының асын ішуден бас тартады. Бұл тек бір шаңырақтың емес, тұтас қоғамның іргесін шайқалтатын қауіп. Экстремизмнің түпкі мақсаты адамды өз болмысынан айырып, оны құралға айналдыру. Ондай санада мейірім жоқ, жауапкершілік жоқ. Тек соқыр сенім мен агрессия ғана бар. Сондықтан мұндай идеологияға қарсы тұру әр азаматтың міндеті. Сауатты, сыншыл ойлайтын, өз тамырын танитын қоғам ғана мұндай дерттен өзін қорғай алады.